Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Исқасқызы. Бүгін сіздермен баланың шашағыштық болуының себебі неде? Шашағыштық қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Және де дәрігерге қашан қаралу керек? Осы туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда бірінші болып пайда болған видеоларды көріп отырыңыздар. Комментариялар жазып активті болыңыздар. Ал енді шашағыштық дегеніміз не? Шашағыштық дегеніміз ол мысалы шашау ол энергияның тапшылығы деген сөз. Яғни бала мысалы активно бір энергияға өзінің күшін жұмсады, содан кейін ағзада катаболизмдік процесс пайда болды, және энергия жұмсалғаннан кейін адамда шаршау пайда болады. Бірақ шаршағаннан кейін, егер адам кішкене демалатын болса, онда бұл шаршағыштық қайту керек. Ал егер сіздің балаңызда шаршағыштық ол демалған, демалмағанға байланыссыз күндіз түні болатын болса, онда бұл белгілі бір себеп болуы мүмкін, белгілі бір аурудың себеп болуы мүмкін. Енді шаршағыштың пайда болуының ең жиі 3 себебі бар. Бірінші себебі ол өмір сүру салтының бұзылысы. Екіншісі физикалық денсаулығының бұзылысы. Үшіншісі ол психикалық денсаулықтың бұзылысы. Яғни осы 3 факторлар бізде балада шаршағыштық шақырады. Енді осының жеке тоқтала кетейік. Өмір сүру салтының бұзылысы дегеніміз ол балада мысалы өте көп активный да балаша. Сабаққа барады, сабақтан келе салысымен демалмай, мысалы ары қарата қосымша сабаққа барады, одан барады, қосымша спорттың бір түріне барады. Ешқандай ағза демалмаған кезде балада уже автоматически энергия тапшылық болады, ағза восстанавливаться етпейді. Содан кейін міндетті түрде балада шаршағыштық болу керек. Бұл өте көп энергия жұмсағаннан кейін орнын толтырмағандықтан бала шаршап тұрады. Екінші себеп ол аз жұмыс жасау. Яғни бала сабаққа барады, келеді, болды, жатады. Или активно ешқандай нәрсемен айналыспайды, таза ауаға шықпайды, мысалы үйде кешке дейін жатады мысалы. Бұндай кезде аз қозғалыс тоже бізде шаршағыштықты шақырады. Келесі ол артық салмақ. Егер артық салмақ болатын болса, міндетті түрде шаршағыштықтың үлкен рискі болып есептеледі. Келесі ол калория төмен тамақтану. Яғни мысалы құнарлы емес, көмірсу, май және де белок бізде жаңағыдай определенный количествода болу керек. Яғни егер сізде біреусі тапшы болатын болса, тамақтану тек қана мысалы тәтті заттармен ғана қоректеніп тамақтанатын болса, немесе тек қана нан ғана жей беретін болса, мысалыша, онда ағзада дефицит болғандықтан дұрыс тамақтанбағаннан кейін энергия тапшылығынан тоже шаршағыштық болуы мүмкін. Келесі ол кофеин құрамында бар заттарды қолдану. Ол бізде кола, энергетиктар және де кофе, мысалы балаларға, кейбір балаларда тоже көп ішуі мүмкін. Немесе шай қып-қызыл қылып ішсе, например, көп мөлшерде. Ол да кофеин бізде адамды шаршағыштыққа шақыруы мүмкін. Келесі себеп ол ұйқының бұзылуы. Егер бала түнде ұйықтамайтын болса, түнімен мысалы телефонда отырса, немесе телевизор көрсе түнімен, и толығымен ағза бізде ұйықтаған кезде толық восстановление жүреді ғой, адам демалады, бүткіл ағзалары бізде жаңарады ұйықтаған кезде. Егер баланың ұйқысы бұзылған болса, міндетті түрде ол да шаршағыштық шақыруы мүмкін. Келесі бізде бұл бірінші өмір сүру салтына кіретін себептері. Енді екінші себебі ол физикалық денсаулық дедік. Физикалық денсаулық дегеніміз ол баланың физикалық жағдайы. Яғни балада қосымша қандай ауру болуы мүмкін. Мысалы ағзасында анемия болуы мүмкін. Яғни темір тапшылықты анемия болатын болса, немесе басқа анемияның түрлері болатын болса, жалпы ағзада кислородный голодание болады. Кислородный голодание болғаннан кейін бала жаңағыда оттегіге қанықпайды ағзасы, содан кейін барлық оттегіде тапшылық болғаннан кейін всегда бала шаршап әлсіреп тұрады. Келесі ол түнгі тыныс алу бұзылысы. Яғни егер балада аденоидтар болатын болса, мұрында гайморит, фронтит, синусит болатын болса, бала мұрнымен толық тыныс аламайтын болса, тоже кислородный голоданиедан бас ауруы мүмкін, шаршауы мүмкін. Келесі ол бізде щитовидная железа дейміз, яғни қалқанша без аурулары.
біз мысалы таулы аймақта тұратын әсіресе балалар мысалы таулы аймақта, ол жақта эндемический зоб болуы мүмкін, немесе қазір аутоиммунды зобтың түрлері көп, яғни қалқанша безінің ауруларының барлығы шаршағыштыққа әкелуі мүмкін. Келесі, ол бізде жедел инфекциялық аурулардан кейін, мысалы ауыр бір инфекциямен бала ауырса, содан кейін ағзасы толық жаңағыдай восстановление жүрмегендіктен балада шаршағыштық болуы мүмкін. Бұл екінші себеп физикалық денсаулықтың бұзылуының әсерінен пайда болатын шаршағыштық. Келесі, ол үшінші психикалық денсаулықтың бұзылуынан. Яғни егер балада ауыр бір стресстік жағдай болатын болса, психоэмоциональдық жағдай өте ауыр болатын болса, семьялық жағдай мысалы, немесе мектепте өте накаленный обстановка, мектепте балалардың арасында бір қандай да бір конфликт болып не болатын болса, уже балада скрытая депрессия болуы мүмкін. Сондай моменттерде балада апатия болады, бала шаршап жата береді, ештеңеге қызығушылық болмайды. Бұл кезде уже психикалық денсаулықтың бұзылуымен жұмыс жасау керек. Яғни ең негізгі кездесетін осы үш себеп. Қайталап айтамын, бірінші өмір сүру салтын тексереміз, баланың өмір сүру салты қандай. Екінші, біз физикалық денсаулығын тексереміз, бүткіл ағзасын тексереміз, анемиясы бар ма, немесе басқа бір қосымша ауру бар ма. Үшіншісі, психикалық денсаулығын тексереміз, яғни психикалық жағдайы қалай, соны қараймыз. Если осы сіздер өзіңіз факторды анықтап алдыңыздар, мысалы определенный, допустим, анемиясы бар, немесе бір определенный ауру бар, или психикалық жағынан бір балада проблема бар, сіздер мысалы өмір сүру салтынан бір проблема анықтадыңыздар ма, сонымен жұмыс жасау керек. Сол заттарды жасайтын болсаңыздар, балада шаршағыштық қайтуы мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда осы шаршағыштық белгілі бір аурулардың белгісі болуы мүмкін. Шаршағыштықпен қосымша мысалы страшный ұйықтамайды мысалы бала, немесе салмақ мүлдем қоспай жатса, немесе қан кетіп жатса үлкен дәретінен, немесе қан құсып жатса, басы қатты ауыратын болса, әлсіздік болатын болса, осы шаршағыштықпен қосымша жүрек тұсында тарсылдау болатын болса, немесе бала ентігіп тыныс алуы тарылатын болса, онда міндетті түрде осы шаршағыштықтың жаңағыдай басқа бір аурумен бірге бір симптомы ретінде көрініс беріп жатқан мүмкін болғандықтан, сіздер міндетті түрде сол момент прям үлкен скоростьпен дәрігерге қарауларыңыз керек. Осы в общем шаршағыштық туралы мәліметтер. Егер бұл мәліметтер пайдалы болған болса, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Қандай видеолар көргілеріңіз келеді, тоже комментарияға жазсаңыздар, болашақта сондай видеолар жасайтын боламыз. Осы мәлімет пайдалы болған болса, таныстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар.